Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма жазып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Бүгін біз паста карбонара дайындаймыз. Ол үшін макаронымызды алдын ала суға салып пісіріп алатын боламыз. Енді қуыратын нәрселерін дайындаймыз. Мен алдын ала турап осындай дайындап қойдым. Болгарский перец, пияз, піскен ет және колбаса менде. Ең бірінші қызып тұрған табағымызға май құйып, пияз бен болгарскийді салып қуыратын боламыз. Қызарғанша қуырамыз. Сіздер енді начинкасына болады колбаса, немесе вареный колбаса, сосиска, грибы, әркім әр өзінің несіне қарай, дәміне қарай, талғамына қарай қоссаңыздар болады. Менде үйде піскен ет пен колбаса бар екен, соны пайдаланып жатырмын. Мінекей пиязымды қып-қызыл қылып қуырып алғаннан кейін үстіне туралған етім мен колбасамды салып, тағы да жақсылап қуырып алатын боламын. Жақсылап араластырамыз. Өте дәмі ерекше паста бұл. Жасап көріңіздер, осы рецептпен өкінбейсіздер достар. Енді бір чайная ложка томатный пастамызды салып, тағы да араластырып, кішкене қуырып аламыз. Көп қуырмаңыздар, сәл ғана 1 минуттай, даже 1 минутқа жеткізбей қуырыңыздар. Одан кейін сливкиімізді құйып, менде осында 20% сливки құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осындай мендеріне пайда болды масса. Енді үстіне жаңа пісіріп алған макаронымызды салып, жақсылап араластырамыз, сосын тарелкаға саламыз. Міне менде осындай тарелкаға салып, үстіп салдым да, үстіне үкіштен сырды өткізіп, для украшения жасаған болатынмын. Өте дәмді шықты достар, дәмін татып көрдім, керемет болды. Жақындарыңызды кешкі аспен, түскі аспен осы пастамен қуантсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, ас болсын баршаңызға.